Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Менің есімім Игілік Ерқоныс, мен веб-дизайнермін, интернет-маркетологпын. Жалпы осы салада жүргеніме уже бір жарым жылдан асты. Жалпы сіздерге түсірейін деп отырған видеом ол қалай кодсыз сайт жасау. Кодсыз сайт жасаудың қазақша әдістері деген бір айдар жасап отырмын. Енді бізге сайт жасауды бір сабақта түсіндіру ол өте қиын. Оның әдістері, техникалары және түрлері өте көп. Жалпы мен өзім сайтты тильда конструкциясында жасаймын. Сіздерге алдағы уақытта қалай жасау керектігі туралы айтам. Бірақ қазіргі бірінші видеода мен неден бастарымды білмей отырмын. Сол себепті өзім жуырда бастап жатқан проектіні сіздерге көрсетейін. Соның ішіндегі бір лайфхактармен сіздермен бөлісетін боламын. Жалпы сіздер сайт жасауды бастамас бұрын тильда деген тұрмын тильда SS осыған создать бесплатный сайт дейсіздер. Сөйтіп регистрация жасайсыздар. Регистрация жасаған кезде осындай сіздерде окно пайда болады. И мына жерден окнода бір окнода сіздер создать новую страницу дейсіздер да. Өздеріңізге интернет-магазин ашқыларыңыз келе ме? Мына жерде дайын шаблондар бар. Шаблондарды көріп жай ғана жасауға болады. Бұл жерде бір оңайлығы, ерекшелігі бұл жерде сіздерге көп басқа тұрдан қажеті жоқ. Мұнда барлығы дайын. Тек қана жазу мен суреттерді ғана өзгертіп отырсаңыздар жеткілікті. Бірақ бұл жердегі бір кемшілік, бұл жерде сіздер мына шаблоннан асып шыға алмайсыздар. Мысалға кнопканы сіздер мына жаққа өздеріңіздің бір фантазияларыңызға байланысты сайт жасай алмайсыздар. Бірақ тильдада бұл кемшілікті орнына келтіретін бір бөлім бар. Ол пустая страница, яғни zero blog арқылы сайт жасау. Мен мысалға zero blog арқылы мынандай сайттар жасағам. Бұл енді бізде ресторан. Қалай? Рыбный ресторан дей ма, орысша. Сондай ресторанға арнап жасаған сайтым болатын. Дәл осындай. Енді сіздерге қазіргі сабақта бөлісейін деп отырғаным ол міне мынандай анимация. Жалпы кез келген элементті тильдадағы ең бір ерекшелігі ол тек қана былайынан әдемі дизайнмен жасап қана қоймай, сонымен қоса мынандай анимациялар қоюға болады да. Енді сол анимацияларды қалай қою керек, қалай жасау керек, мен сіздерге zero blogта көрсететін боламын. Давайте онда бастап көрейік. Оны біз пустая страница жасаймыз және сол жерде zero blog деп тұр ғой міне. Zero blogты нетеміз, мына жерде редактировать дейміз. Zero blogты оның барлығын өшіреміз. Мына жерде плюсты көріп тұрсыздар ма? Плюсты басасыздар, image дейді. Бұл жерде image деген сурет қосасыздар. Сіздерге бір лайфхак, ол мысалы суретті қосу үшін кез келген өздеріңізге керекті суретті аласыздар. Сосын кейін басасыздар. Мысалға мына жерде URL адресті былайынан копировать ставить дейсіздер. Енді мына жерде сіздерде басында копировать ставить етілмейді, өйткені бұл интернеттің форматында. Ал бізге PNG форматында керек. Оны біз қалай ауыстырамыз? PNG-ді ауыстырамыз. Так, PNG-ді ауыстырамыз. Осындай конверторлар бар бізде. Любой форматты, кез келген форматты бізге ауыстыруға мүмкіндік беретін. Ол үшін біз мына суретті өзімізге сохранить деп аламыз. Көрдіңіздер ме? Бұл интернет форматта тұр. Веб форматта тұр. Ал енді біз веб форматты мына жерде кез келген конвертор бар. Веб форматты біз кез келген веб форматты PNG форматына ауыстыруымыз керек. Ол үшін біз не істейміз? Біз жаңағы конверторға кіреміз. Жаңағы скачать алған суретіміз қайда? Міне осы сурет қой да. Осы суретті аламыз и начать PNG форматқа қарай ауыстырамыз. И біз оны загрузистаймыз. Содан кейін мысалға бізде енді мынандай бір қателік шығады. Қараңыз.
біз істедік, енді шейкер қойған кезде, шейкерді бүйтіп қойған кезде бізде, көрдіңіздер ме? Мынандай не қалып тұр. Ал енді біз бұны қалай жасақ болады? Біз қалай артын прозрачный қылуға болады бізге? Оны жасау үшін тоже оңай. Мына предложенияны remove деген веб версиясы бар, соны аласыздар. И мына жерде прозрачный қылып скачать ете аласыздар. Ешқандай фотошоптың ештеңенің қажеті жоқ. Просто салдыңыз, қойдыңыз. Енді не болды? Біздің суреттің артқы фоны уже прозрачный болды. Көрдіңіздер ме? Дәл осындай жолмен егер прям қайттан копировать етіп алған суреттер веб-версияда болатын болса, оны PNG форматқа конвертер арқылы ауыстырып аласыздар. Сосын кейін артын remove арқылы уже артын прозрачный қыласыздар. Енді бізге дәл осындай айналып тұру керек осылай. Біз оны қалай жасаймыз? Ол үшін біз былай үлкейтеміз. Үлкейттік қой, Ал енді мына жерде бізде базисный анимация бар. Бұл бізде анимация. Деп қосамыз анимацияны. Енді бізде мына жерде element scroll. Бұл element scroll дегеніміз бұл өзінен өзі айналып тұрады. Ал блок scroll дегенде уже сіздер келесі блокқа қарай өтесіздер ғой. Сол кезде уже ол айналады. Блокты бүйтіп қозғалтқан кезде уже бұл элементті қозғалады. Және hover дегеніміз ол сол моментте осы блокта ғана бүйтіп қозғалып тұрады. Ал клик дегеніміз ол белгілі ғой, басқан кезде. Ал scroll деген ол бүйтіп айналдырғанда, қозғалтқанда болатын анимация. Енді бізге керегі ол block on screen. Block on screenді қоямыз. И мына жерде бар loop деген бар. Loop дегеніміз ол ода шектеу жоқ та. Ол айнала береді. Ол жерде бір нақты А точка мен Б точка деген болмайды. Ол полностью шексіз айнала береді. Бізге қажеттісі ол loop қажет бізге. Ал енді мына жерде қалай айтсам болады? Ғажайып пайда бола бастайды. Енді бізге қанша секундқа мына жерге қоюға болады? Мына жерде секунд бар. Біздің анимация неше секундта қозғалу керек? Мысалға бізге давайте 3 секундтан бастайық. 3 секунд. Енді бізге мына жерде әртүрлі анимациялар қоюға болады. Мына жерде кішірейтуімізге болады, үлкейтуімізге болады. Мына жерде вообще жоқ қылып жіберіп, прозрачный қылып жіберуімізге болады. Енді мынау мынау бізге айналатын дәл осы. Біз осыны қолданамыз. Ал енді біз бұны қалай қолданамыз? Оны сіздерге мен түсіндірейін. Давайте. Қай жаққа қарай айналсын да? Сағат тілі бойынша айналсын, Плайнан. Давайте. 125 қояйық. 3 секунд. 125 секунд. 125. Жерде 5 секунд қосамыз. 125-ті давайте енді біз сразу осылай алайық. Ал енді бізде нәтижесінде қалай болды? Көрдіңіздер ме? Біздің неміз айналып тұрады. Бұл тоқтайын, қажет жоқ. Тоқтатамыз. Ал енді давайте тағы не қосамыз? Мыналарды қосамыз ба? Осыларды қосып көрейік та. Ол үшін қазір менде загруженный файлдар бар. Загруженный файлдардың ішінде менде қазір болу керек. Прозрачный түрі болу керек қазір. Міне. Енді мен бұны жасау үшін имидждерді қосам. И алам да тупо бүйтіп қоя саламын. Тупо алып қоя саламын.
Дәл өстіп қасықтарды қоямыз. Ал енді ол қасықтар, мына қасықтар енді қалай бүйтіп қозғалып тұратындай қылып жасауға болады. Соны сіздерге түсіндірейін, анимацияны. Ол үшін біз мына қасық бізде мынау кесенің, мынау табақтың артқы бөлігінде тұру керек. Ол үшін бізде мына жерде слойлар бар, міне. Слой бар. Біз мына слойды не етеміз да, оны артқа қарай жібереміз. Стоп, біздің қасыққа мешать жасамау, біздің кесеге мешать жасамау үшін. Аламыз да кішкене үлкейтеміз. Мынаны да үлкейтейік. Ал енді көріп тұрсыздар да мына жерде. Біздің қасық тігінен тұр. Ал енді біз бұны қалай көлденеңнен былайынан қойсақ болады? Ол үшін біз мынаны пайдаланамыз. Көрдіңіздер ме? Дәл осылай сіздер оны бұрсаңыздар болады да. Міне, дәл осылай өздеріңізге тарылтып аласыздар. Міне, тарылтып алып бұрдыңыздар. Кішкене тоже жақындатайық. Дәл осылай. Дәл осылай тұрсын. Дәл осындай тұратын, дәл осылай бүйтіп тұратын болсын. Енді біз мынаны қоямыз. Мынаны арт жаққа қарай жібереміз. Осылай тұрды. Ал енді бұны мынау табақпен бірге, осы табақпен бірге прям анимация сияқты, мына сияқты бүйтіп қозғалып тұру үшін не істесек болады. Ол үшін біз тоже бағанағы анимацияға кіреміз. Мына анимацияға кіреміз. Block on screen'ге кіреміз. Loop'қа қоямыз. Ал енді мына жерде біз мына жерде жасасақ болады. Мына жерде тоже 3 секундқа қоямыз. Мынадан жылдам болып тұрса тағы дұрыс көрінбей қалады. И аламыз да біз бұны бүйтіп қозғалтамыз. Текті былай тұр. Бүйтіп қозғалатын болсын. Мынаны да солай жасаймыз. Блок. Lever емес loop'қа қоямыз. Мына жерде 3 секундқа қоямыз. Жерде бұлар бізде үлкеймейді. Ал енді аламыз да бүйтіп. Ал енді көрейік. Қалай болды? Көрдіңіздер ме? Дәл осындай әдемі бір анимация жасасаңыздар болады. Негізі Тильдадағы ең бір тамашасы, қалай айтсам болады. Сіздер Zero Block'та өздеріңіздің фантазияларыңызды іске қоса аласыздар. Кез келген фантазияда әдемі сайттар жасауларыңызға сіздер мүмкіндіктеріңіз бар. Бұл сайт жасауда вообще тема нәрсе да, бұл Tilda деген. Алдағы уақытта сіздерде тағы қандай сайттар жасау керектігі туралы, жалпы сайт жасаған кезде неден бастау керек? Нольдан бастап сіздерге көрсетейін ба? Сол туралы комментарияға, немесе бізде чат бар. Комментарияға астына белгілеп қоямын. Сол чатқа жазсаңыздар да болады. Жалпы сіздерге рахмет көргендеріңізге. Менің еңбегімді бағалап, лайк басып, қандай келесі сабақтарда қандай сабақтар түсірейін, неден бастау керектігі туралы толық ақпарат берейін ба, соның барлығын сіздер комментарияға жаза отырыңыздар. Одан кейін қоңыраушаны басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Рахмет сіздерге.